Құрметті колледж студенттері, көркем әдебиеттің адам өміріндегі мәнін сөз еткенде, бір бөлегі дүние көзқарасына, бір бөлегі өзінің көзқарасына, бір бөлегі мінезіне, ал бір бөлегі талғамына ықпал жасайды деп беталды бұлтару қате. Әдеби шығарма адамның күллі ой қиялын, сыр сезімін түгел баурайды. Қуантады, сүйсіндіреді, күйіндіреді, жылатады, күлдіреді деп қазақ жазушысы, әдебиет зерттеушісі Зейнолла Қабдолов ағамыз айтқандай, көркем шығарманы оқу арқылы біз ішкі рухани дүниемізді байыта түсеміз. Көркем шығарма қиялымызды қанаттандырып, мына жалғаннан жақсылық пен мейірімділікті көруге үйретеді. Әр ұлттың тарихы өзінің көркем әдебиетінен көрініс табады. Олай болса, бос уақыттарыңызды тиімді пайдалану мақсатында сіздердің назарларыңызға қазақ классиктерінің бірнеше шығармаларын оқуға ұсынамыз.